Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін Анарс Kitchen каналы. Бүгін сіздермен ең оңай әрі дәмді болып шығатын үйден нан пісіреміз. Ең бірінші бізге електен өткен ұнның үстіне қант, тұз және де ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық май және де жылу суды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін жақсылап бетін жауып, жылы жерге көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Қамыр дайын болғаннан кейін нанның формасына келтіру үшін алдымен ұн сеуіп, оның үстіне қамырымызды жайып, және де рулон сияқты осылай домалақ қылып орап шығамыз. Одан кейін де оның үстінен сәл-пәл басып, және де ұзыншақ күйінде тағы бір рет ораймыз. Яғни бізден сопақша нан шығуы керек. Мінекей қыздар, біздің жаңағы қамырымыздан батонның қалпын шығардық. Енді оның үстіне су немесе сүт жағып, ұн себеміз, және де қатты терең болмайтын тілімдерге бөліп қоямыз. Қазір қамырымыз піскен кезде ортасы жарылып, қып-қызыл болып, әдемі болып тұру үшін. Мінекей қыздар, нанымыз дайын болды. Пештен шыққаннан кейін алдымен суытып, одан кейін барып кескен дұрыс. Нан сондай жұп-жұмсақ, дәмді әрі әдемі болып шықты. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер де менің каналым сіздерге ұнаса, міндетті түрде жазылып тіркелуді ұмытпаңыздар.